Сәлем достар. Біз қазір метрополитен мұражайына қарай кетіп бара жатырмыз. Бүгінгі ауа райы өте тамаша. Қатты ыстық емес, қатты суық емес. Дәл маған ұнайтын ауа райы болып тұр. Мына көше қазір біз 82-ші және де 5-ші авенюмен жүріп бара жатырмыз. Мынау біздің жүріп бара жатқан 82-ші көше, алда 5-ші авеню. Міне, мынау мұражайдың сырты. Мына жақтағы үйлер өте әдемі. Бүгін демалыс күндері болғандықтан адам өте көп. Мынау ежелгі Египеттің залы, ежелгі Египеттегі бұрынғы қазбалар қойылған, мынандай портреттер қойылған. Айта кету керек, мұражайға жалпы кіру тегін болғанда бұл жерде ұсынылған бағалар бар, үлкендерге, студенттерге, кішкентай балаларға. Бірақ ол тек қана ұсынылған бағалар. Біз қазір Азия өнерінің жағында жүрміз. Бұл жерде былай далаға шығып кетеді екенсің. Мына инсталляция маған біздің қазақ суретшісі Сырлыбек Бекбутаевтың, менің досымның инсталляциясын еске түсіреді. Кішкентай баланы түсірген контакт деген. Сырлыбек менің видеоларымда әрдайым көріп жүреді, сондықтан саған сәлем. Метрополитен мұражайынан. Сонг-тонг дейді. Отбасы ағашы деген инсталляция. Жан Хуан деген қытайлық па? Соңында бетінде мүлде орын қалмаған көріп тұрмыз. Мынау аспаннан түскен жазбалар деп аталады. 1955 жылы жасалған Хубинг деген осындай сөздер жазыпты. Оның атын аспаннан түскен кітап деп қойыпты. Және де мына жерде де жан-жақтан манускрипттер қытайша жазылған. Сура Сундари дейді. Бұл енді үнді халқының өнері кетті. Мынау ең атақты 4 қолды Вишну. Өте әдемі. Оныншы 11-ші ғасырдан қалған. Мынау 8-9 ғасыр. Осы соңғы рет ведалық күшті бір шығарма бар, Рамаяна деп аталады. Сол жерден Рама мен Ситаның өмірін оққам. Хануман соларға көмектескен. Сондықтан кішкене барлығын түсінгендіктен, кім қандай рөл атқаратынын, кімнің не істегенін, жалпы шығарманы түсінгендіктен маған өте қызық болып жатыр. Мына жерде осындай ведалық, тибеттік, үнділік, жалпы буддистік ағымдардың шығу тарихы, жалпы қалыптасуы, олардың неге сенгендері өте қызық. Мынау мұражайдың ортасы. Жан жақта орта ғасыр, заманауи, бүкіл әлем бойынша
еуропалық, американдық деп бөліне береді залдар. Ал мынау ортасы, мына жерде кейбір скульптуралар қойылған. Мұражай енді өте үлкен. Ал бір заманауи инсталляцияға кірдік. Екі мың 12 жылы жасалған. The Refusal of Time деп аталады. Вильям Кентриджтің. Қазір біз заманауи өнер залында жүрміз. Энди Уорхол. Календарь екен. Баян. Не, заманауи өнер. Люциан Фрейд. Ағылшын негізі. Мына жерде кішігірім митинг болып жатыр. Ондай болып тұрады. Қазір біз Манхэттеннің Ист-Сайдындамыз, шығыс жағында. Бұл жақта консульстволар бар екен, көп елдердің. Меніңше көп фильмдер осы жерлерде түсірілген. Өйткені кейбір ғимараттарға қарап, сол ғимаратты осыған дейін бір жерде көрген сияқтысың. Бір фильмде ма, сериалда болсын, бір жерден көрген сияқты сондай әсер береді. Мына жақ нағыз Америка, нағыз Нью-Йорк дегенде. Манхэттеннің осы жақтары маған өте ұнайды. Осы жақта жүріп, Нью-Йоркта жүрген сезінесің. Бірақ әрине Нью-Йоркте қана осындай үлкен ғимараттар емес, ол сондай-ақ Бруклин, сондай-ақ басқа жерлер. Рокфеллер центр жақта жүрмін аудан, ал мынау алдындағы Брайант парк. Мына жақта украин қыздар күшті суреттер салып жатыр. Андай краскалармен салады екен. Нью-Йорк. Сағынатын сияқтымын осы қаланы. Бірақ бір жақсы жері бізде 5 жылға визамыз бар. Қазірде егерде Америкаға виза ашса, туристік виза онда бірден 5 жылға ашып береді, сондықтан 5 жылдың ішінде әлі де келем деп ойлаймын Нью-Йоркқа міндетті түрде.